Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің YouTube каналымда тағы да бір жеңіл дайындалатын таңғы ас түрін бірге дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге көп заттың қажеті жоқ. Тек әрдайым тоңазытқышқа дайындалатын көк пияз, қызанақ, сыр және жұмыртқа сияқты ингредиенттеріңіз болса жеткілікті. Ал енді тез таңғы асымызды жасауға кірісетін боламыз. Ол үшін барлық көкөністерімізді жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін турауға кірісеміз. Ең алдымен қызанағымызды осылай бірнеше тіліктерге бөліп турап аламыз. Осылай домалақ пішінде немесе ортасынан екіге бөліп турасаңыздар да бола береді. Содан кейін жуып тазартып алған көк пиязымызды турауға кірісеміз. Осылай орташа көлемде турасаңыздар болады, немесе бұдан ұсақ немесе ірі етіп тура берулеріңізге де болады. Сонымен қатар көк пияз орнына укроп немесе петрушка қоссаңыздар да бола береді. Өз қалауларыңызға қарай кез келген көкшөп түрін қосуға болады. Және де келесі кезекте туралған көк пиязымыздың үстінен осылай бірнеше жұмыртқаны өздеріңізге керекті мөлшерде жарып дайындап аламыз. Мен өз кезегімде бар жоғы 3 жұмыртқаны қолдандым. Және де оның үстінен қалауыма қарай тұз және де дәмдеуіш қостым. Сіздер де өз қалауыңызға қарай ашырақ болған қаласаңыздар қара бұрыш, қызыл бұрыш немесе өздеріңіз ұнайтын кез келген дәмдеуіш түрін қоссаңыздар болады. Одан соң осылай үккіштен сырымызды өткізіп аламыз. Мен қарапайым сыр түрін қолданудамын. Сіздер өз қалауыңызға қарай брынза немесе басқа да сыр түрлерін қолдана берулеріңізге болады. Сковородкамызды қыздырып алған соң майымызды құйып, оның үстінен осылай қызанақтарымызды тығыз етіп орналастырып шығу қажет болады. Қызанақтардың барлығын орналастырып алған соң, ол сәл уақыт тұрып қуырылғанын күтеміз. Қызанағымыз бір жақ беті қуырылған соң, оны екінші жақ бетіне міндетті түрде ауыстырып шығу қажет. Сонда қызанағымыз бұдан да жұп-жұмсақ болып шығатын болады және тамағымыз өте дәмді шығады. Қызанағымыздың барлығын осылай кесекпен екінші бетіне аударып шығамыз. Қызанағымыз біраз уақыт отта тұрғаннан соң, бұқтырылғаннан кейін қақпағын ашып, оның үстінен турап дайындап алған жұмыртқа мен көк пиязымызды осылай құйып шығатын боламыз. Құйғаннан кейін оны араластырып еш қажеті жоқ, дәл осы қалпында қуыруды жалғастыратын боламыз. Қақпағын жауып 1-2 минуттай уақытқа қалдырамыз. Жұмыртқамыз жақсылап қуырылып жатқан сәтінде оның үстіне үккіштен өткізілген сырымызды осылай себелеп барлық бөлігіне тиіп тұратындай етіп салып шығатын боламыз. Үккіштен сырымызды өткізіп осылай салып шықтым. Оны тағы да бірнеше минутқа бұқтыруға қалдырамыз. Сонда сырымыз еріп, тамағымыз өте дәмді шығатын болады. Осымен менің дайындаған таңғы асым дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасауды ұмытпаңыздар. Осылай лавашпен немесе кез келген нан түрімен жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.